Бүгін біз әлемдегі түрлі торнадо түрлерін қарастырамыз. Көкжиектен көтеріліп келе жатқан қара бұлтты елестетіп көріңізші. Найзағай жарқылдайды, күн күркірейді, жер дүңгірлейді. Бір сәтте аспан мен жерді жалғайтын алып, қара бағана пайда болады. Бұл торнадо. Табиғаттың ең жойқын және әсерлі құбылыстарының бірі. Біздің планетамызда әр түрлі торнадолар пайда болады. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері мен қауіптілігі бар. Кейбіреулері үйлерді ойыншық сияқты лақтырып, бүкіл қалаларды қиратуға қабілетті алып құйындар болса, басқалары онша үлкен емес, бірақ соған қарамастан өлімге әкелуі мүмкін. Бүгін біз осы құбылыстың ең қызықты және әдеттен тыс түрлерін зерттейміз. Олардың құпияларына үңіліп, олардың қай жерде және неліктен пайда болатынын білеміз. Бізбен бірге торнадо әлеміне саяхатқа шығыңыз. Онда сіз бұл табиғат күштерінің шынайы қуатын көріп, олардың құпиялары туралы көбірек білесіз. Суперторнадо бұл ең танымал торнадо түрі, бірақ сонымен бірге ең қорқыныштысы. Ол алып, айналмалы бұлт бағанасына ұқсайды, ол жер бетімен және кумулонимбус бұлтымен байланысады. Суперторнадолар жойқын күштерімен ерекшеленеді. Олардың желдің жылдамдығы сағатына 500 км-ден асуы мүмкін. Бұл оларға жолдарындағының бәрін, үйлерді, машиналарды, тіпті бүкіл ормандарды жоюға мүмкіндік береді. Суперторнадолардың пайда болуы үшін ерекше атмосфералық жағдайлар қажет. Жылы, ылғалды ауа жер бетінде және суық, құрғақ ауа жоғарыда. Бұл ауа массалары кездескенде, олар тұрақсыздықты тудырады. Бұл күшті найзағай мен торнадоның пайда болуына әкелуі мүмкін. Суперторнадолар әдетте ақш-тың торнадо аллеясы деп аталатын орталық бөлігінде кездеседі. Бұл аймақта торнадоның пайда болуына қолайлы ерекше географиялық және климаттық жағдайлар бар. Суперторнадолар көптеген адамдар үшін қорқыныш пен үрейдің көзі болып табылады. Бірақ сонымен бірге олар табиғаттың керемет және құпиялы құбылысы болып қала береді. Ғалымдар бұл құбылысты зерттеуді жалғастыруда, оның пайда болу себептерін жақсы түсінуге және олардан келетін зиянды азайту үшін болжау әдістерін жақсартуға тырысуда. Суперторнадолар бізге табиғат күшінің шексіз екенін және онымен санасу керектігін еске салады. Енді судың үстінде, мұхиттың шексіз кеңістігінде пайда болатын торнадоларды елестетіп көріңізші. Бұл су торнадолары, олар әдетте тропикалық және субтропикалық аймақтарда, жылы мұхит суларының үстінде пайда болады. Су торнадолары құрлықтағы әріптестерінен айырмашылығы су бетінде пайда болады және оған қарай созылған воронка тәрізді су бағанасына ұқсайды. Олардың пайда болуына су бетінен көтерілген жылы, ылғалды ауа мен жоғарыдағы суық ауа ағындарының соқтығысуы себеп болады. Су торнадолары әдетте суперторнадолар сияқты жойқын емес, бірақ олар әлі де қауіпті болуы мүмкін. Әсіресе кішкентай кемелер үшін. Олар қатты жел мен толқындарды тудыруы мүмкін. Бұл кемелердің аударылып кетуіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін. Су торнадолары көбінесе жағалауға жақын жерде пайда болады және кейде жағалау сызығына өтіп, аздап зақым келтіруі мүмкін. Алайда әдетте олар құрлықтағы әріптестеріне қарағанда әлсіз және тез жоғалады. Су торнадолары бұл әсерлі және әдемі көрініс, бірақ оларды алыстан тамашалаған дұрыс. Егер сіз өзіңізді су торнадосына жақын жерде тапсаңыз, сақ болыңыз және қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз. Chapter 3. Құм торнадосы, шөлдің ашуы. Шөлді аймақтарда құмды төбелердің арасында тағы бір ерекше торнадо түрі құм торнадосы пайда болады. Олар құрлықтағы торнадоларға ұқсайды, бірақ әлде қайда кішірек және әлсіз болады. Құм торнадоларының пайда болуы үшін қатты ыстық және құрғақ ауа райы қажет. Күннің қызуынан жер беті қатты қызады. Бұл жер бетіндегі ауаның тез көтерілуіне әкеледі. Егер бұл ауа ағыны айнала бастаса, ол құм мен шаң бағаналарын көтеретін құм торнадосын тудыруы мүмкін. Құм торнадолары әдетте биіктігі бірнеше метрден аспайды және бірнеше минут ішінде жоғалып кетеді. Алайда кейбір жағдайларда олар үлкенірек және күшті болуы мүмкін. Бұл адамдар мен жануарларға қауіп төндіреді. Құм торнадолары әдетте шөлді аймақтарда кездеседі, бірақ олар құрғақ және шаңды жерлерде, мысалы, құрғақ көлдердің түбінде немесе тіпті құрылыс алаңдарында да пайда болуы мүмкін. Құм торнадолары бұл табиғаттың ең әдеттен тыс және әсерлі құбылыстарының бірі.
Олар бізге планетамыздағы әртүрлі климаттық жағдайлар туралы және олардың қоршаған ортаға қалай әсер ететіні туралы еске салады. Chapter 4. От торнадосы жалын бие. Енді елестетіп көріңізші, торнадоның өзі оттан тұрады. Бұл от торнадосы өте сирек кездесетін және өте қауіпті құбылыс. Ол орман өрттері немесе басқа ірі өрттер кезінде пайда болуы мүмкін. От торнадосы өрттің қызуынан пайда болады. Бұл ауаның тез көтерілуіне және айналуына әкеледі. Бұл айналмалы ауа ағыны жалын мен ыстық газдарды өзіне тартып алып отты бағана жасайды. От торнадолары биіктігі ондаған метрге жетуі мүмкін, сағатына 160 километрден астам жылдамдықпен қозғалуы мүмкін. Олар жолдарындағының бәрін жағып жіберуге қабілетті, өте қауіпті және жойқын күшке ие. Бақытымызға орай, от торнадолары өте сирек кездеседі және әдетте ұзаққа созылмайды. Алайда олар өрт сөндірушілер үшін үлкен қауіп төндіреді және өрттің таралуына ықпал етуі мүмкін. От торнадолары бұл табиғаттың ең қорқынышты және жойқын күштерінің бірі. Олар бізге өрттің қауіптілігі және онымен күресу үшін барлық қажетті шараларды қабылдаудың маңыздылығы туралы еске салады. Chapter 5. Мұз торнадосы – қыстың тынысы. Соңында біз ең сирек кездесетін және ең жұмбақ торнадо түрі мұз торнадосына тоқталамыз. Олар суық аймақтарда, әдетте қыста немесе ерте көктемде ауа температурасы өте төмен болған кезде пайда болады. Мұз торнадолары су торнадоларына ұқсайды, бірақ жылы судың орнына олар мұз кристалдары мен суық ауадан тұрады. Олардың пайда болуына суық ауа массаларының жылы су бетімен соқтығысуы себеп болады. Мұз торнадолар әдетте биіктігі бірнеше метрден аспайды және бірнеше минут ішінде жоғалып кетеді. Олар басқа торнадолар сияқты жойқын емес, бірақ олар әлі де сиқырлы және әсерлі көрініс. Мұз торнадолары туралы көп нәрсе белгісіз, өйткені олар өте сирек кездеседі және оларды зерттеу қиын. Алайда, ғалымдар бұл құбылыс туралы көбірек білу үшін жұмыс істеп жатыр, және оның пайда болу себептерін жақсы түсінуге тырысуда. Мұз торнадолары бұл табиғаттың әртүрлілігі мен сұлулығының тағы бір дәлелі. Олар бізге планетамызда әлі де көптеген құпиялар бар екенін, және оларды ашу біздің қолымызда екенін еске салады. Outro. Торнадо әлемі бізді не күтіп тұр? Бүгінгі бейнеміз осы болды. Біз торнадоның әр түрлі түрлерімен таныстық, олардың пайда болу себептерін, ерекшеліктерін және қауіптілігін қарастырдық. Торнадо бұл табиғаттың керемет және құпиялы құбылысы, ол бізге планетамыздың күші мен құдіретін еске салады. Торнадолардың пайда болу механизмдерін зерттеу, олардың пайда болуын болжау және адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдау өте маңызды. Ғалымдар бұл бағытта белсенді жұмыс істеп жатыр. Және біз болашақта торнадолар туралы көбірек біліп, олардан келетін зиянды азайта аламыз деп үміттенеміз. Келесі бейнелерімізде біз табиғаттың басқа да қызықты құбылыстары туралы айтатын боламыз. Бізбен бірге бол.